көріп тұр. Запись жазып қояйын. Жақсы, сонымен Jamboard тақтасында балалармен қалай жұмыс істеу керек? Zoom-ға кірген кезде бірден балалармен жұмыс істеуге болады. Ол үшін мына 9 нүктені басасыз да диск дегенді кіресіз. Дискінің ішінде ашылады. Ой, өтірік айтам. Дискіне кірдім, құдай. Осы 9 точканы басасыз. 9 точканы басқаннан кейін бірден сізден жаңағы төмен қарай жүрсеңіз, осының астыңғы жағында тұрады, міне, Jamboard деп, міне, Jamboard. Көріп тұрсыз ба? Кәдімгі бар, скринде. Жасалмайды екен ғой, жасалмайды екен. Jamboard деп кіресіз, бірден. Осыны басасыз. Осыны Jamboardқа кіргеннен кейін балаларға тақтада жұмыс істеуге болады. Өткен сабақта болған әріптестер білетін болу керек. Мысалы, міне мен оқушылармен жасаған жұмыстарым мынау. Оқушылар өздері топтастырады, жұмыстары бойынша. Мысалға, міне, отырар кітапханасы туралы өткеніміз. Осы Jamboard тақтасын оқушылармен қолдануға болады. Ашылсын. Енді бұған, міне, өстіп балалар стикерін қолданады өзі. Міне, мына жақ шетінде тұрған ручкамен жазуға болады. Мынау өшіретін өшіргіш, мынау стрелкалары, мынау стикер, міне. Мына стикерді алып, балалардың жерге жазады, мысалы. Міне. Солай жазады, сақтап қояды, мысалы, не? Сосын интернеттен іздеуге болады. Қараңыз, немесе дайын құжаттар загрузка етіп ала салуға болады. Загрузка деген бассаңыз, өзінің жасап қойған жұмысын балалар осында сала алады. Немесе Google поисковиктен іздеп тауып мәліметтерді салып топтастыруға болады. Сосын мынау мысалы топтастыру кезінде осы кругты қолдана салуға болады. Түсіндіңіз ғой, сосын мынау текст сөз жазады балалар мысалға. Ал балалар отырар кітапханасы туралы өз білгендеріңізді ортаға салыңыздаршы деген сияқты. Үлкен кітапхана мысалға жазады. Кітапхана жаздым. Мына жерге қояды, топтастырып болды. Мынау сосын указка. Өзіңіз сабақ түсіндіруіңізге болады. Балалар сабақтың жерге жазып қоясыз, осы бірінші бетіне. Бүгінгі сабақтың тақырыбы отырар кітапханасы. Мына алдарыңызда тұрған, міне, мына указкамен бүйтіп көрсетіп отырмын, міне, дөңгелектеп. Мынау кітапхана бұл жалпы жаңағы ежелгі кітапхана болып есептелінеді. Әлемдегі ең үлкен кітапхана деген сабақты осылай түсіндіресіз. Болды өстіп, сосын болғаннан кейін балалар уже ары қарай келесі сабақта 3-ші тапсырманы орындайтын. Мына оқушым, менің 3-ші тапсырманы орындаған оқушылар. Кейбір балалар мына стикерге жазғысы келмеген оқушылар дәптеріне жазады да, осылай көрсетеді. Дәптеріне жазғанын загрузка етіп сала салады. Апай, міне мен салым дейді. Сон үшінші балалар жақсы, ондай болса мына сөздер септе қойыңыздаршы. Мен септе қойдым. 6-шы сыныптың балалары, кейбіреуі компьютерге жазып солай істейді. Дәптеріне жаза салады, мысалы дәптерге жазғанда. Көрдіңіз ғой, сосын ары қарай уже кері байланысты жасап, ең соңында кері байланысты жасауға болады. Осылай Jamboard тақтаның кітап беттері бар. Енді осыны оқушыға қалай жіберу керек? Ол үшін оқушы Jamboard тақтаның жаңағы соткаларына орнатады. Настройкаға кіресіз. Настройкаға кіріп алғаннан кейін оқушыға жіберу керекпіз ғой. Біз осы жерден, қараңыз, ссылка тұрады. Копировать ссылка. Немесе сізде оқушы жазу үшін изменить ету керек. Редакторден басасыз оқушыларды жазу үшін. Ал читатель болып тұрса, онда сіз ғана жазасыз да, ол оқушылар оқып қана отырады, ештеңе жаза алмайды, стикер жапсыра алмайды деген сияқты. Сондықтан редактор деген басасыз, готово дейсіз. Сосын осы жерден жаңағы сілтемені сіз оқушыға жібере аласыз. Jamboard тақтаға кіреді. Түсіндіңіз ғой, Оны біз скачать етіп алуымыз керек қой, Jamboard тақтасын? Ештеңе скачать етпейсіз. Google аккаунтыңызбен өзіңіздің Google аккаунтыңыздың ішіндегі жаңағы 9 точканы басасыз, соның ішінде тұрады. Айгүл апа, мен қазір біліп отырмын. Ұмытып кетіппін ғой. Анау Jamboard запись жүріп жатыр, запись содан көресіздер. Солай міне балаға жібердік. Оқушылар осыны көреді. Түсіндік па?
Сосын тақтаның мына жерде айтпақшы, тақтаның тағы бір несі бар, бас жағында мен көрсетіп кетейін. Қазір жаңа мен жанындағы не туралы айттым ғой, енді міне қараңыз, фон таңдауға болады, мысалы міне фон, математика сабағы болса клетка қойып қоясыз, міне не болмаса ұзын жол қойып қоясыз деген сияқты фондар таңдауға болады. Не болмаса түстерді, не болмаса ар жағында изображение өзіңіз таңдап қоюға болады, мысалы тағы интернеттен скачать етіп, көк фон қойып қоюға болады. Әрқалай өзіңізге байланысты, иә, смотреть. Сосын тазалауға болады, үлкейтіп кішірейтуге болады. Енді жаңадан бетті қайдан қосам деп сұрайтындарыңыз болады, иә? Сөйтіп сұрамай тұрсыз, өйтіп сұрамайсыздар деп қойсыз. Ол кезде не істейсіз? Міне мынаны басасыз, міне қараңыз. Главный экран дегенді басасыз, міне жаңбырттағы мына главный экран деген басқан кезде осылай ашылады. Менің барлық балалармен жүргізген жұмыстарым, міне қараңыз. Жасаған жұмыстар, осылай топтастырады, абай істейікші, мысалы абайдан жасағанбыз. Әртүрлі. Сосын жаңадан ашу үшін сіз мына плюсик тұр ғой, оң жақтың астыңғы жағында тұр. Көріп тұрсам не? Мен көрсетіп тұрмын. Жоқ. Басқан кезде сізде новыйдан тақта ашылады. Сосын ол тақтаға название беруге болады. Қандай название? Мысалға 6-шы сынып, 7-ші сынып, немесе 10-шы сынып, 11-ші сынып әдебиет деп ат қойып қоясыз. Мысалы мынаны ат қойып қояйын, оның үстінен басасыз. 9-шы сынып, 9-шы осыған ғана келеді, болды. 1-ші беті, 2-ші беті, 3-ші беті, 4-ші беті, 9-10-ші бетке дейін, мысалы сізде 5 түрлі тапсырма болса, 5 түрлі тапсырманы 5-тен осыған орындауға болады. Осындай ерекше күшті нәрселер болады. Осындай жаңбыр тақта бар. Осымен жұмыс істесеңіз, ол да баланы қызықтырады. Зумда отырып не істейміз? Кейбір бар еді, мысалға зумда ашып қойып, слайдты ашып қойып, соңғырап, өзі сөйлеп отырады, ал балалар айтыңдар дейді. Немесе кітапты ашып қойып отыратын сондай мұғалімдер болады, ондайлар көп қой қазір, былай айтсаңыз. Кішкене осылай түрлендіріп өткізіп жіберсеңіз, бұл дегеніңіз өте тамаша дүние. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма? Бұның да записін сақтап қояйын.